Досым, андагы пайдасын бір түсіндіріп айта кетші. Алтын қоңыз ең алдымен простатитке. Простатит көбісі не деп сұрап жатады? Аспаптың тұрмауы, былайша айтқанда тестостерон төмен болу біріншіден. Екіншіден ұрықтың сапасының аз болу, бала көтеру мәселесіне де көңіл бөледі. Оның отзывтары бар Инстаграмда. Енді үшіншіден мынау кіші дәретке көп жүгіретіндер бар, суықтап қалдым деп. Простатит. Төртіншіден енді простатиттің қандай белгілері бар деп жатыр ғой. Төртіншіден мынау инфекция, қызға барып жұқтырып алдым деген сияқты сол мәселелерге осы алтын қоңыз көмектеседі. Ер адамдарға 43-тік ішсе жеткілікті, әйел адамдарға 23-тік ішсе жеткілікті. Енді ол әйел адамдарға сейсейді бала көтер жағдайында ғана. Ер адамдарға бұлай іше берсе де болады. Жақсы, пайдасын өтеді. Енді екінің бірі простатит қой. 18-60 жас аралығына беріледі. Бүйрегінде, өтінде тас болмау керек, асқазанда язва болмау керек. Ол осы екі маңызды. Енді байланыс номеріңді айтшы. 877-257-14-19. Енді бұны алғанда ақшасы жетпей, рассрочкамен аламын десе қалай болады? Бұны негізі алатын адамдар ол 48 мың теңге тұрады, сондықтан рассрочканың қажеті жоқ шығар. Барғанда енді Каспирет деген сияқты ақшасы жетеді бұны. Себебі бұл урологияға барса, бұл бәрі 200 минимум береді, ол уақытша емделеді деген сияқты. Соғұрлым анау уақытша анау Viagra іспеттес балды 90 мыңнан алып жүр. Оның алдына бұл емдейді. Ал енді сұрақ, бұны қалай ішу керектігін өзіңіз жеке үйретесіз бе? Мен алғаннан кейін онсыз да айтып отырамын. Бірінші сары қанаттарын жұлып тастау керек, мен сары қанаттар қажет емес, сол үшін қалған бөлігін ұнтақтап ішу керек.